Мәдениет сарайы сахнасында көпұлтты Теміртау халқының бірлігінің көрінісі болған «Бірлігіміз жарасқан» атты фестиваль өткізілді. Бұл тұңғыш президент күні қарсаңында өткізіліп отырған шараның бірі. Сахнада қаламыздың мектептерінің оқушылары 15 ұлтты бейнеледі. Олар жаңағы әрбір ұлтты көрсетеді, сол ұлттың өзінің көрінісін көрсетеді, сол ұлттарының тағамдарын айтады, өздерінің сол ұлттарының әндерін, өлеңдерін орындайды. Достық фестивалі көпұлтты Теміртау халқының бірлігін көрсететін бимен ашылып, шашу шашылды. Мұнан әрі әрбір мектеп оқушылары әр ұлттың салт дәстүрі жайлы әңгімелеп, өнерін ортаға салды. Мерекелік шараны қаланың мәдениет сарайы мен қаланың ішкі саясат бөлімі бірлесіп ұйымдастырып отыр. Динара Жүнісованың айтуынша, бұл жаңаша форматтағы шара. У нас проводится ряд комплексных мероприятий по программе главы государства «Рухани жаңғыру». Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының аясында мемлекеттік тапсырыс бойынша Теміртау қаласында көптеген шаралар өткізілуде. Осы жобаның аясында қалада достық караван атты шараны өткізуде жоспарланған. Бұл жас ұрпақты ұлттық патриотизмге, ұлттар достығына, салт дәстүрлерін сақтау мен құрметтеуге тәрбиелеуге бағытталған. Бүгін ол мәдени орталықтардың достық фестивалін өткізіп отырмыз. Бүгінгі таңда қаламызда студенттер арасында этномәдени ресурсы орталығын ашу көзделген. Бұл орталықта Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің аясында ашу жоспары бар. Бастаманы қала әкімі ұсынған. На сегодняшний момент мы не только работаем со школами города общеобразовательными. Бүгінгі таңда біз тек этномәдени орталықтармен ғана емес, Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің серпіндік студенттермен де жұмыс жасаудамыз. Қазірде ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Қала әкімінің бастамасы бойынша этномәдени орталықтарды қолдау орталығын ашамыз. Әдістемелік көмек орталығы, әлеуметтік тапсырыс аясында оқу жағда қарастырамыз. Және қаламыздың оқу орындары мен Қазақстан Халқы ассамблеясы бірлесіп жұмыс жасауына ықпал ету көзделген. Қазіргі күнде қалада 9 мәдени орталық бар. Оларда аға буын өкілдері басшылық жасап отыр. Мақсат қалада жастардың ассамблеясын ашу. Оны желтоқсанның 15 күні Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде аясында ашу көзделіп отыр. Міне достық фестивалі осы үлкен жобаның аясында ұйымдастырылған.